Абдулхан Шадиябайұлы, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Енді мынау міндетті медициналық әлеуметтік қорына осы сұрақтан бастай берейік. Сақтандыру жүйесінің тиімділігінен бастай. Жалпы енді 20-шы жылы 1 қаңтардан бастап күшіне енді, бұл жүйе. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі біздің елімізде толыққанды 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап енді. Оған дейін дайындық кезеңдері өтті. Бұл 2017 жылдың 2-ші жарты жылдығынан бастап жұмыс берушілер алғашқы өздерінің жалақы беру қорынан өздерінің жарналарын аудара бастады. Алғашқы жылдар ол 1% болатын. Осы жылдары жұмыс берушілердің өздерінің жалдамалы жұмысшыларына ай сайын төлейтін жарнасының пайызы 3%-ға дейін жетті. Сөйтіп барып 2020 жылы осы қорды толыққанды жұмыс етуге және елімізде осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетінің аясында халыққа қызметті көрсетуге мүмкіндік алдық. Енді егер бұл мәселенің қаншалықты тиімділігі болды дейтін болсақ, меніңше бүгінгі таңда біз тек қана бюджеттің есебінен қаржыландыруды денсаулық сақтау саласындағы қызметтерді, медициналық қызметтерді жүргізе беретін болсақ, біз көптеген мүмкіндіктерді, көптеген жаңалықтарды, оның ішіндегі осы уақытқа дейін қолданылмай келатқан емдік технологияларды, үлкен оталарды, операцияларды қазір осылай атап жүрміз, жасау елдің ішінде мүмкін болмайтын еді. Оның ішінде жоспарлы түрлерін жасау мүмкін болмайтын еді. Не себепте мүмкін болмайтын? Себебі бұрын бюджеттің кезінде, бюджетте бізде осы қазіргі кезде емес, осы ертеректен бастап та бюджетте шектеу, лимитті қаржыландыру мәселесі денсаулық сақтау саласында қалыптасқан. Жылға бір қаржылық деңгей беріледі. Ол деңгейден не алдыға, не артқа кете алмаймыз. Осы берілген қаржының шеңберінде ғана біз медициналық қызметтерді көрсетіліп келгенбіз бұрында. Сондықтан ол қаржылық деңгейдің көлемінде біз негізгі кейбір медициналық көмектерді көрсетіп келдік, бірақ оларды жаппай елдің ішінде енгізуге, ондай көмектерді көрсетуге біз ол шектелген қаржының деңгейінде мүмкіндігіміз болған жоқ. Мысалы, кезінде шетелдерде жасалып келатқан көптеген операциялар осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізгелі бері біздің елімізде мүмкін болды. Бүгінде мысалы кардиологиялық операциялар, бүгінгі оталар осыдан 5-6 жыл бұрын жасалмай келатқан, мысалы клапандарды ауыстырып салу, артерия коронарлық шунттарды жасау, осыларды осыдан 10 шақты жыл бұрын біздің елімізде арман сияқты көрінетін. Әсіресе өңіріміздің алыс өңірлерінде, облыстарында осы операциялар тіптен жасалмайтын болатын. Қазір осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың арқасында барлық облыс орталықтарында бүгінгі таңда кардиохирургиялық орталықтар бар. Болмаса бөлімшелер бар облыстық ауруханаларда, қалалық ауруханаларда. Солар бүкіл әлемдік деңгейде салып атқан көптеген операцияларды енгізіп, оларды халыққа қолжетімді, сапалы деңгейде жасауға мүмкіндік алды. Міне осы тұрғыдан келген кезде бұдан басқа нейрохирургиялық операциялар, бұдан басқа мына буындарды алмастырып салу операциялары, қан тамыр операцияларындағы реконструкциялық үлкен операцияларды, оның ішінде тағы да соңғы жылдар байқасаңыздар, естіліп атсыздар, жүрек алмастырып салу, бүйрек алмастырып салу, бауырдың трансплантациясы мәселелері осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың аясында мүмкін болып келе жатыр. Мүмкін кейбір проблемалар бар шығар, мысалы, әлде де мәселелер бар. Мысалы, донорствода әлі заңымыздың кейбір былқылдақ тұстары бар. Мысалы, донорлық ағзаларды ауыстырып салу мәселесі біздің елімізде толыққанды жолға қойыла қойған жоқ. Но бірақ осы бағыттағы жұмыстар бүгінгі таңда жанданып келе жатқаны осы медициналық сақтандыруды енгізгелі бері ол нақты байқалып келе жатыр. Ал бір қайнау кемшін тұстары бар ма? Енді 3 жылда сіз кәсіби маман ретінде қандай кемшіліктерге әлі? Жалпы әрбір жүйе енгізгеннен кейін ол жетілдіруге былайша мұқтаж. Жетілдірілмейтін елдің ішіндегі ұсыныстарды
ескеріп өзінің атқарып отырған жұмысындағы кейбір қайта қарап қосымша бір жаңалықтарды енгізіп отыру, оны жетілдіру үшін де ол әрбір жүйе үшін керек. Мысалы, медициналық сақтандыру жүйесі кейбір мемлекеттерде 100 жылдан астам енгізілген, мысалы Германияда да. 100 жылдан бері де оларда толық мәселе шешілді деп айтуға болмайды. Жыл өткен сайын олар біртіндеп өздерінің жетілдіру мақсатында осы бағытта көптеген жұмыстарын жасап келе жатыр. Бір кездері оларда жүздеген, мысалы, медициналық сақтандыру қорлары болған. Бүгінгі таңда олардың бар болған 4-5-еуі ғана қалды. Соншама қорды ұстап тұрудың халыққа тиімсіз екенін түсінді олар. Сол секілді бізде бұл нені ендіргенімізге бар болғаны биыл 4-ші жылдың аясы. Сондықтан бұл жүйе әлде де болса жетілдіруді, әлде де болса толықтыруды, халықтан, сараптамашылардан бүгінгі таңда түсіп отырған ұсыныстарды, пікірлерді ескере отырып жетілдіріледі. Жасалып жатқан жұмыстарға талдаулар жасалады, мысалы бүгінгі таңда да. Сондықтан мына қордың қаржылай мүмкіндіктерін ескере отырып, тарифтерді қайта қарау. Мысалы жаңағы біздің осы медициналық сақтандыру пакетіндегі медициналық қызметтердің тізімін қайтадан қарау, керек болған жағдайда ол тізімді кеңейту мәселелері жылма-жыл жүргізіліп келе жатыр. Мысалы, бір жағынан қаржы тапшылығы да сезіледі. Неге десеңіз, мысалы, өте дамыған елдерде, сол Германияда, Америкада бүгінгі таңда ішкі жалпы өнімнің әрбір мемлекеттің 15%-дан 17%-ға дейін осы денсаулық сақтау саласына жұмсалады. Ал біздің елімізде әртүрлі жағдайларға байланысты шығар мүмкін. Халықтың ішіндегі түсінікке, одан кейін мысалы бүгінгі таңдағы біздің осы денсаулық сақтау саласындағы заңдарымыздың, нормативтік құжаттарымыздың қабылдануына байланысты болады. Біздің Қазақстанда бүгінгі таңда осы кепілдендірілген медициналық көмекпен осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға беріліп жатқан көмекке берілген қаржыларды қоссақ бүгінгі таңда осы жалпы өнімнің Қазақстандағы 3%-на да жетпейді. Ақылы қызметтерді қосқанда бүгін статистика айтылып жүр, 3-7%-ға дейін жетті деп. Сондықтан міне осы жағынан келген кезде де бүгінгі таңда қаржылық деңгейді көтеру, болашақта бұл халыққа қолжетімділікті одан сайын жоғарылатуға, беріліп жатқан жаңағы көмектердің тізімін кеңейтуге және беріліп жатқан көмектердің сапалық деңгейін көтеруге де әсерін тигізетін болар еді. Бүгінгі таңда мысалы сіз өзіңіз сұрақ қойғалы отырған шығар, 3,5 миллионнан астам қазақстандықтар бүгінгі таңда сақтандырылмаған. Мысалы қор тұрақты сапалы қызмет жасау үшін ол 3,5 мың адамнан түсіп отырған жарналардың да көмегі болатын еді. Бірақ әртүрлі себептермен бүгінгі таңда бұл 3,5 миллион адам әртүрлі себептермен, или олардың әлі санасына жеткен жоқ, тұрақты сақтандырылып, одан ертең не өтатындығы туралы ақпараттар оларға жетпей жатқан шығар. Мүмкін осы бағытта да бүгінде біздің қордың өзінің жергілікті атқарушы биліктермен жасағалы отырған жоспарлары бар. Осы жоспарлар болашақта халықтың осы сақтандырылуға деген ынтасын жоғарылататын шығар деген ниеттеміз. Енді халыққа жақын бір сұрақтарға келейік. Біз Сапалы Қазақстан порталы ең бір сізбен сұхбат аламыз деген кезде қандай сұрақтар сіздер толғандырады дегенде бірнеше сұрақтар түсті бізге. Біріншін айтайын, мысалы тіс дәрігерлерінің қызметтері барлық адамдар үшін тегін емес дейді. Жекелеген әлеуметтік белгілі санаттағы адамдарға ғана қолжетімді, ал ай сайын жарна төлеп отырған сізбен бізге тегін көрсетілмейді. Белгілі бір жекелеген кісілерге ғана тіске байланысты. Бұл жүйені енгізген кезде де әлемдік басқа да бұрыннан осы жүйені енгізген елдердің іс тәжірибесі зерттеледі. Ала салып бәрін жаппай уәде беру, ол үшін бізге түсіп жатқан қаржының мөлшері де өте қомақты болу керек. Жаңа ғана айтып өттім, қаржының жетіспеушілігі де сезіледі деп та. Ол біраз әлеуметтік топтағы азаматтарға ғана көрсетілетін рас. Мысалы, жоспарлы тегін стоматологиялық көмек ол жүкті әйелдер мен 18 жасқа дейінгі балаларға көрсетіледі, жоспарлы көмек. Ал енді жаңағыдай төтенше жағдайларда, мысалы тісі қатты ауырған жағдайларда, тағы да бір пародонтит болып, мысалы ол жаңағыдай іріңді
жаңа қабыну жағдайларында көрсетілетін ол кейбірде ол әлеуметтік топтарға көрсетіледі. Мысалы, бірақ тісті емдейтін жедел жәрдем шақырған жағдайда жаңағы көрсетіледі. Мысалы, оның стоматология деген нәрсе тіс мына қызыл иектің мысалы қабынулары болады да, іріңдеп кетеді. Ол асқынып кететін жағдайларда ол жаңағыдай кепілдендірілген тегін медициналық көмектің аясында ол көрсетіледі. Ал енді басқа жоспарлы стоматологиялық көмектердің көрсетілмейтін себебі бүкіл әлемде бүгінгі таңда стоматологиялық көмектердің 90% негізінен халықтың өзінің есебінен көрсетіледі. Бұл енді сол елдердің несі де ескерілген болар. Болашақта халықтың пікірін ескеру, қордың өзінің қаржыландыру мүмкіндіктері жоғарылаған кезде мүмкін бұл тізім ары қарай өзінің кеңейту жағына қарай шешімін табатын болар. Әзірше шешім қаржыландыру мүмкіндіктерін ескере отырып осындай болып отыр стоматология келгенде. Енді өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған біздің елімізде азаматтар көп. Мысалы, такси жүргізушілер жаңа айтқандай құрылысшылар бар, тамақты үйден пісіріп сататын жаңағы үй жағдайында отырған қыз-келіншектер бар. Жарнаны көбіне аудармайды да, олар шыны керек. Осы ауырып қалған жағдайда мысалы емханаға тегін қызмет ала алмайды ғой енді олар. Көрсетілмейді. Жоқ, олай деп айтуға болмайды. Мысалы, ауырып қалған жағдайда мына емханаларда, поликлиникаларда алғашқы көмектің кейбір түрлері тегін көрсетіледі. Ол себебі тегін медициналық көмектің пакетінің аясында көрсетіледі. Мысалы, жалпы дәрігердің қабылдауында болуы алғашқыда олар тегін көрсетіледі. Одан басқа, мысалы, төтенше жағдайларда, мысалы, ол ауруханаға жедел жәрдемді шақырып барған жағдайда, бір оқыс жарақаттанған жағдайларда, мысалы да, одан бөлек мына соқыршек, басқа өтінің төтенше қабыну жағдайларында бұлардың бәрі кепілдендірілген медициналық пакеттің аясына кіреді да, ондай төтенше жағдайларда тегін медициналық көмек көрсетіледі. Ал енді жоспарлы медициналық көмек, жоспарлы өзінің мысалы скринингтік профилактикалық медициналық тексерулер болады да. Медициналық, мысалы, жоспарлы операциялар жасату болады. Мысалы, жоспарлы түрде оны асықпай жасау болады, адамның өміріне қаупі жоқ жағдайларда да. Ал жоспарлы медициналық көмектер, жоспарлы оталардың нәтижелері негізінен өте жоғары болады, төтенше жағдайларды жасағаннан көрі. Осы жағдайларда оларда мәселелер, проблемалар болуы мүмкін. Сондықтан бұл адамдарға біз бүгінгі таңда оларды өзін-өзі қамтыған азаматтар деп есептейміз оларды. Егер олар жаңағыдай ресми түрде жұмыссыз болып тіркелмеген болатын болса, өздерінің жергілікті жерлерінде, аудандарында олар өзін-өзі қамтыған азаматтар болып табылады. Сондықтан олар өзінің отбасын бір жағдай өздерінің табыс көздерімен бүгінгі таңда жауып отырған азаматтар, асырап бағалап отырған азаматтар. Мысалы, оларға ай сайын өзін-өзі қамтамасыз еткен азаматтар ең төменгі жалақының 5%-ның деңгейінде бүгінгі таңда ол 3500 теңгенің көлемінде ай сайын өзінің жарнасын төлеп отыруға міндетті. Соны төлеп отыратын болса, олардың сақтандыру мәртебесі, статусы сақтандырылған болып, ақпараттық жүйеде көрінеді. Оларда проблема болмайды. Ал енді, мысалы, бұрынғы жылдары, былтырғы жылдың қыркүйек айына дейін біздің елдің сондай өзін-өзі сақтандырған азаматтары түрлі себептермен жарналарын төлемеген болса, өткен 12 айда. Өткен 12 айдың олар қарызын жабу керек болатын, жарнасын төлеп. Былтырғы сол қыркүйектен бастап, былтырғы жылдың 2022 жылдың бастап, қазір бұрынғы жылдардың несін жаппай-ақ, қарыздарын жаппай-ақ, өткен айлардың алдағы 12 айға, биылғы жылы мысалы алдағы 12 айға 3500 теңгеден төлеп қоятын болса, онда бір жылдың ішінде ол сақтандырылған өзінің мәртебесін сақтайды. Кейде кейбір адамдар ұмытып кетеді осыны төлейтін. Сондықтан өткен айлардың емес, алдағы 12 айдың ақысын төлеп қойып, бір жылдың ішінде сақтандырылу қазір мүмкіндіктері халыққа берілді. Содан кейін бұның бір жағын енді айта кететін мәселе, қараңыз, егер халық адамдарда бұл орта бірлескен жауапкершілікке құрылған бұл жүйе.
жерде мемлекеттің тарапынан жауапкершілік бар. Себебі мемлекет кепілдендірілген пакетке төлейді бір бюджеттің есебінен. Одан кейін жаңағы 15 жеңілдетілген топтағы азаматтарға аймамай мемлекет жарнасын төлеп отырады автоматты түрде. Содан кейін жаңағы жұмыс берушілердің жауапкершілігіне және бұл біздің еліміздің тұрғындарын халықтың жауапкершілігіне арналған жүйе. Мысалы, ай сайын сол түсіп атқан жаңағы 3500 теңге болсын. Болмаса, жаңағы жұмыс берушінің тарапынан ай сайын түсіп атқан 3% болсын. 2% жалақының есебінен түсіп атқан әрбір жұмыс жасаушының есебінен болсын. Бұл қорға түскен ақша ұлттық банкте сақталады, ешқайда да жоғалып кетпейді. Бұл бір жағдайлар оқыған кезде, мысалы сақтандыру жағдайы болған кезде, кейбір адамдарға өте үлкен көлемде ақы тұратын қызметтің түрлері көрсетілуі мүмкін. Біреуге 100 000 теңге, біреуге ең кемінде қазір бізде 15-20 000 теңгеден аппараттық тексерулер өтеді. Мысалы да КТ, МРТ мысалы да. Ал жалпы үлкен операцияларды емдеулерге келген кезде, мысалы жүрекке салатын операциялардың түрлері 1 миллион теңгеден 5 миллион теңгеге дейін болуы мүмкін. Мысалы аорта коронарлық шунт деген операцияны жасау үшін 4-5 миллион теңгенің көлемінде ақшалар кетеді. Егер осы жаңағы адамдардың бірлескен жауапкершілігінің арқасында, мысалы сондай операциялар жасауға болады. Да. Мысалы, ол жасалып атқан операция, емделіп атқан адамдар біреуміздің туысымыз, біреуміздің досымыз, біреуміздің бауырымыз. Енді ары кеткенде бір мемлекетте тұрып атырмыз, бір-біріміздің отандасымыз. Міне осындай жағдайларда қиналмай оны қаржыландыру, осындай жағдайларды шешу мәселелері осы бірлескен жауапкершіліктің арқасында, осы енгізілген сақтандыру жүйесінің арқасында елімізде шешіліп жатыр. Ал енді жаңағы 3,5 миллион адам міне осындай еліміздің әлеуметтік тұрақтылығына, денсаулық сақтау саласының мүмкіндігінің жоғары тұрақты болуына өздерінің үлесін қоспай жатыр ол кісілер. Сондықтан ертең ол кісілер үлесін қосып жүрсе, өздері де ертең мысалы денсаулық сақтау саласындағы жағдайларда өздеріне ертеңіне сенімді болады. Және еліміздегі халықтың осы уақытылы сапалы медициналық қызметті алуына өздерінің үлесін қосқан болар еді. Сондықтан мен ол азаматтарды, жерлестерімізді, отандастарымызды осы жағынан келген кезде осы уақытылы өздерін сақтандырып, өздері жаңағы ертеңіне сенімді және елдің ішіндегі осы жасалып жатқан денсаулық сақтау саласының тұрақтылығына үлес қосқанға шақырған болар едім. Тағы мынандай сұрақ, бір жылдың 12 айында бір айын төлей алмай қалған жағдайда сақтандырылатын мәртебесінен айырылып қала ма ол азамат? Бір жылдың ішінде жоқ, бір айын төлемегенде ол айырылмайды. Егер 3 айын қатарынан төлемесе, мысалы ол кісі айырылып қалуы мүмкін. Сол осы қалып қалған 3 айының жарнасын төлесе, қайттан сақтандырылған жаңағы мәртебесі 3 күннің ішінде қалпына келеді ақпараттық жүйеде. Егер ол қаласа 3 айын төлемей-ақ, алдағы 12 айға төлеп, осы алдағы 12 айдың ішінде мен сақтандырылған болайын десе, олайда жасауына болады. Өзі таңдайды. Или мына қалып кеткен 3 айының жарнасын төлеп, сақтандыру мәртебесін алып, жоспарлы медициналық қызметтің түрлерін ала береді, жаңағы сақтандыру медицинасының пакетінің аясында. Ал болмаса 12 айдыкін төлеп қойып, тағы да өзінің 12 айдың ішінде жоспарлы түрде, егер оған көрсетілім болатын болса, көрсетілімді дәрігерлер жасау керек, емханаларда, поликлиникаларда. Барлық сол пакеттің аясындағы медициналық қызметтің түрлерін алуына мүмкіндігі болады. Енді міндетті әлеуметтік медициналық сараптама қорға қаражат аудармайтындарға көлік жүргізушіге тыйым салынады деген ақпарат соңғы кезде бір пайда болды. Сол жөнінде де түсіндіріп берсеңіз, қаншалықты көлік жүргізушілерге тыйым салыну осындай тетіктерін мынай пікірталас ұсыныс ретінде біздің қордың тарапынан, министрлік тарапынан ұсыныс болған. Шындап келген кезде, мысалы, көлік жүргізу куәлігін алған кезде, өзімізде алғанбыз сондай куәлікті. Медициналық тексеруді ақыл өтеді барлық азаматтар, біздің қазақстандықтар. Ол да бірталай қаражат тұрады. Ол медициналық жағдай тексеруден өтуге қаржысы бар да, біздің отандастарымыздың. Ал енді сол кезде
өзінің жаңағы сақтандыру мәртебесін қалпына келтіріп, кейбір қарыздар болатын болса, жарна төлемеген болатын болса, соны бірінші жарналарын төлеп барып, көлік жүргізу куәлігін алса деген ұсыныс болған. Бірақ бұл бүгін таңда талқылау үстінде әлі қабылданған жоқ. Жалпы елімізде осы мақсатта жаңағы 3,5 миллион адамды осы медициналық сақтандыру жүйесіне қамту үшін бір мақсатты бүгінде ізденістер, соның механизмін ұсыну орталық деңгейде жүріп жатыр. Болашақта оның ішінде, сол 3,5 миллионның ішінде шынында да өздерінің аймамай жарнасын төлей алмайтын, әлеуметтік топтарға жататын мүмкін отбасылар бар шығар, азаматтар бар шығар. Олардың жобада бүгінгі таңда талдаудың несі көрсеткенінде 1 миллион 200 адам төлей алмауы мүмкін. Қалған 2 миллион 200 адам бүгін таңда өздерінің зерттеулерін жүргізуіне қарағанда төлей алатын деңгейдегі азаматтар. Мен ол осы азаматтармен ертең ақпараттандыру, оларға дұрыс ақпарат жеткізу, олардың санасына осындай мәртебесін сақтандыру деңгейіне жеткізгені қажет екендігін түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Бүгін таңда да жүргізіліп жатыр. Ол енді бұдан да жоғары деңгейде жүргізілуге мысалы қазір біз жоспар жасап отырмыз. Ал қалған 1 миллион 200 адамды мүмкін әрбір өңірлердің басшылары, өңірлердің әкімдері оларға да ұсыныс жасалып отыр. Ертең ол үкімет деңгейінде қабылданатын болса, солар қаржы көздерін табу арқылы бұл әлеуметтік топтағы адамдарды осы медициналық сақтандыру жүйесіне тарту мәселелерде ұсыныстар деңгейінде бүгінде. Ертең ол шешілетін болса, сақтандырылғандардың деңгейі біздің елімізде едәуір жоғарылауға тиіс. Онда бұл қордың толыққанды бұдан да сапалы деңгейде жұмыс істеуіне өзінің оң ықпалын тигізер еді деген осындай күтілім бар. Жаңа әңгіме барысында айтып қалдыңыз, медициналық тексеруден өту үшін ақылы деп. Мысалы, мен жарна ретінде, жарна төлеп отырмын ғой, мен барып тексерілген кезде мен де ақылы төлеймін ғой, сонда? Жоқ, мысалы бүгінгі таңда заң бойынша жаңағы көлік жүргізу куәлігін алуға жүргізілетін арнайы үлгі бойынша медициналықтан тексеру ол ақылы. Ол деген ол өзінің денсаулығын емдету үшін істеген жоқ. Ол деген көлік жүргізу куәлігін алу үшін алып жатыр да, мысалы ол өтіп жатыр. Ондай жағдайда бұл медициналық тексерулер ақылы өтіледі. Ол заң түрінде. Соны айтып отқаным ғой, ол адамдар жүргізуші куәлігін алу үшін, тағы да кейбір жұмысқа тұру үшін, кейбірде өткізілетін нелерде, мысалы жұмысқа тұру үшін де кейде сұрайды, кейбір ұйымдарда осы медициналық сіздің денсаулығыңызды қарайық, соған барып сіз лайықсыз ба біздің жұмыс орнымызға деп, мысалы олар да ақылы өтеді бүгінгі таңда. Міне осы жағдайларда оны ақылы өтуге мүмкіндік табады, бірақ өзінің сақтандыру деңгейін кейде қарастырмай жатқандар адамдардың меніңше бұл кішкене дұрыс емес. Мысалы, базарда Қырғызстаннан, көбіне құрылыста Өзбекстаннан келіп жұмыс істейтін азаматтар бізде елімізде енді бар ғой, баршылық. Осы кісілер енді қор аудармаған жағдайда қазақстандық азаматтарға ғана қатысты ма, или болмаса олар медкөмекті, медициналық көмекті ала ма? Шетелден келіп жұмыс істеп жүрген азаматшалар? Бізде мынандай топтарға бөлінеді да, шетелден келген адамдар. Бізде тұрақты елімізде тұрып жатқан шетелдік азаматтар болуы мүмкін, олардың ықтияр хаттары бар. Да, бізде тұрақ вид на жительство, бізде тұрақты тұруға олардың ықтияр хаттары бар. Енді бірақ азаматтықтары жоқ олардың да. Бұндай адамдар біздің қазақстандықтармен бірдей, Қазақстанның азаматтарымен бірдей дәрежеде осы медициналық сақтандыру жүйесіндегі барлық медициналық қызметтерін алуға мүмкіндіктері бар. Бірақ олар біздің қазақстандықтар секілді тұрақты жарналарын төлеп тұру керек. Ал енді одан бөлек мысалы біздің мынау Евразиялық одақ бар ғой бүгінгі таңда да. Евразиялық одақтан келетін азаматтар бізге мысалы олар еңбек мигранттары болып келетін болса, олар біздегі бір емханалардың біріне тіркелу керек, оларға талап сондай. Одан кейін олар тіркелгеннен кейін жағдай добровольный медицинский страхованиялардың ерікті медициналық сақтандыру ұйымдарына олар өздерін сақтандыру керек. Міне сол арқылы медициналық мекемелер арқылы тіркелген өздерінің жолдамаларын алып, олар да бізде осы медициналық сақтандыру аясында қызметтердің түрлерін тегін алуларына болады.
олар bu жерге жұмыс істеп жүргеннен кейін жұмыс орындары оларға аймамай жарна аударып отырады одан кейін. Бұл еңбек мигранттарына байланысты. Ал енді бұл елдерге қатысы жоқ, және бізде жағда ықтияр қаты жоқ азаматтар, шетелдіктер біздің елімізде негізінен тек қана ақылы медициналық қызметтің түрлерін алуға құқықтары бар. Тек қана мынандай жағдайлар болуы мүмкін, мысалы қауіпті инфекциялық жұқпалы аурулармен ауырып қалған жағдайда ол адамдар біздің ортаға, қоғамға қауіпті болатын болса, бұл кездерінде біз оларды амал жоқ тегін емдеуге, біз оны олардың денсаулықтарын, өмірін сақтап қалу үшін ол тегін медициналық көмектің аясында, пакеттің аясында оларға көмек жасаймыз елімізде. Мысалы, бір емес бірнеше жерде жұмыс жасайтын адаммен әр жұмыс орнынан қорға ақша аударады жұмыс беруші. Мысалы, басқа жерде істесе де бірыңғай жинақтаушы қорына түсетін ақша енді өзінікі екенін олар жақсы түсінеді да, ал бұл жерде емделсең, емделмесең де ол ақша өзіне келмейді деген ұғым бар да бізде. Дұрыс. Ол халықтың ортасында ондай ұғым бар, біз оны естіп біліп жүрміз. Кейбіреулер осы түскен ақшаны жылдың ішінде біз медициналық көмекке жүгінбесе қайтарып берсе екен дейді. Жалпы мысалы жаңағы өзін-өзі қамтамасыз еткен адамдардың 12 айлық жарнасын санасақ, бар болғаны 42 мың теңгені құрайды екен. Бізде 42 мың теңгеге тек қана кейде МРТ-ның бір-ақ түрін өтуге болады мысалы. Ол сонда 42 мың теңге емдесек, ол адамды өзінен түскен жарналардың есебінен бір сапалы, оның денсаулығына сай келетін, оны жаңағыдай қалпына келтіретіндей қызметтің түрлерін, медициналық қызметтің түрлерін көрсету жалпы айтқан кезде мүмкін емес. Айттық қой, кейбір жаңағы медициналық қызметтің түрлері 1 миллионнан бірнеше миллион теңгеге дейін кетіп қалады да, мысалы трансплантацияның түрлері бар, жаңағы жүрекке салатын үлкен операциялардың түрлері бар, аорта коронарлы шунттау операциясы мысалы 4-5 миллион теңге тұратын. Мұның бәрі бұл жүйені құрғандағы мақсат бұлай болған. Бұны ортақ жауапкершіліктің арқасында, мысалы мемлекеттің, жұмыс берушілердің, халықтың, тұрғындардың жауапкершілігінің арқасында осы бір есеп шотқа түскен қаржының есебінен осындай сақтандыру жағдай туындаған уақытта соны толыққанды қамтамасыз ету мақсатында жасалған. Сондықтан бұл жерде осы бірлескен неге сүйенгеннен кейін, бұл жүйенің соның нәтижесіне сүйенгеннен кейін жылда түсіп атқан қаржы тек қана біздің еліміздегі халықтардың осы ненің міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетінің аясында көрсетіліп атқан медициналық қызметке жұмсалады. Бұл деген, егер біз осындай бірлескен жауапкершілік жасай алмайтын болсақ, әр адамның өзінің қалтасынан шыққан жаңағы жарналардың есебінен оларға толыққанды медициналық қызметтердің түрлерін көрсете алмас едік. Жеткілікті түрде көрсетілмеsin еді. Бүгінгі таңда бұл емханалық деңгейде, поликлиникалық деңгейде қаншама осы медициналық көмектің түрлері бар. Одан басқа стационарлық деңгейде қаншама түрлері бар. Жоғары медициналық технологиямен жасалатын өте қымбат медициналық көмектің түрлері бар, оталардың түрлері бар. Осылардың бәрі осындай бірлескен жауапкершіліктің арқасында бүгінде Қазақстанда көрсетілім бар кезде Қазақстанның азаматтарына көрсетуге мүмкіндік туып отыр. Егер біз бұндай бірлескен жауапкершілік жасамасақ, ертең әрқайсысына бөлек-бөлек сапалы медициналық қызметтің түрін көрсете алмас едік. Сондықтан бұл басынан жүйені енгізген кезде жылдың ішінде бір адам егер өзінің медициналық көмекке жүгінбесе, оның қайтарылуы ол қарастырылмаған болатын. Сондықтан бұны дұрыс түсінгені жөн. Емделіп жатқан адамдар, мысалы биыл мен емделмеуім мүмкін, бірақ мен жыл бойы жарна төледім. Бірақ мен ішімнен, жүрегіммен, санаммен сезем, ол ақша өте қатты мұқтаж адамдарға, отаға мұқтаж адамдарға, оның ішінде туыстарым, бауырлары болуы мүмкін. Ең болмағанда осы қазақстандық менің жерлесіме көрсетіліп жатқанын мен сезем, сондықтан оны мен дұрыс деп есептеймін. Жаңа 2-3 жерде жұмыс істейтін кісі жарнасын бір-ақ жерден ғана аудартуға, екінші жерден бас тартуға оның құқы бар ма? Биылғы жылғы заңның аясында, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру заңының аясында, негізі ол 2-3 жерде жұмыс істейді, бірақ 10 минималды ең төменгі жалақының көлемінен оның несі айлық деңгей асып кететін болса, ары қарай одан жарнасы толмауға тиіс. Мысалы, бүгінгі таңда ол 720 мың теңге ме, мен енді қазір болатын болса,
720 мың теңгенің көлемінде екі жерде жұмыс істейтін болса, осының көлемінде төлейді. Үшінші жерде жұмыс істеп одан асып кететін боласына, ол төлемеуге тиіс. Ол мына жұмыс істеп отырған орындарынан оған ақпарат беру керек, анықтама беру керек. Асып кеткен деңгейден ол жарнасын төлемейді бүгінгі таңда. Мысалы, әр нәрсенің несі бар. 720 мың теңгеден артық алатындар бүгінгі таңда жарнасын төлемейді. Бірақ бүгінгі таңда ұсыныстар жасалып отыр. Неге ол көп айлық алатын азаматтардан ол жарна алмауымыз керек деген. Бұл да жаңағы пікірталаста жүрген жаңағы жүргізушілердің куәлігін алған кезде жарнасын төлемесе бермеу керек оны деген сияқты бүгін талқыланып жатқан мәселелердің бірі. Мүмкін болашақта басқа шешім қабылданатын шығар. Қорға, медициналық қорға қомақты түрде қаржы түсіру үшін мүмкін болашақта айлығы көп азаматтардан барлық көлемнен де ұсталып қалуы мүмкін. Бүгінгі таңда тек қана 10 минималды жалақының көлемінен ғана ұсталады жарна, одан артығынан ұсталмайды. Енді мынандай жағдайларда кездеседі дейді, жұмыс беруші қызметкердің жарнасын қорға аударады, бірақ емханаға базасына төленбеген жөнінде ақпарат алып отқан азаматтарда осындай уәжін жазыпты. Мен жұмыс беруші, менің жарнамды төлеп отыр. Мен емделуге барсам, сізде жарна төленбеген деп келді. Негізі, бұл жерде жұмыс беруші жұмыс жасаушыға ақпаратты дұрыс бермей отыруы мүмкін. Мысалы, бұндай жағдайлар бізде кездеседі. Ондайлар артынан кейде қылмыс істермен де шектеліп жатады. Мысалы, бір бухгалтерияның адамдары ақпарат беруі мүмкін. О кезде жұмыс берушінің бухгалтериясынан олардың жағы өздерінің нелері бар, түбіреткелері болады. Аймамай оларға беріп отыру керек ақпарат. Егер оны бермесе, оларға деген жағы өздерінің тарапынан сұраныс жасау керек. Біз неге сіз маған егер аударған рас болатын болса, бүгінгі таңда ол бізбен халықпен ортамызда кері байланыс орнатылған. Бүгінгі таңда ол мысалы біздің қорымызға 14 не арқылы шағым түсіру болады. Біз оны не қыла аламыз, тексеріп бере аламыз. Нақты аударған ба, жоқ ба екенін біліп бере аламыз. Одан бөлек бүгінде 24-7 бізде қосымша бар. Сол арқылы білуіне болады. Содан кейін телеграмдағы сақтандыру бот, мысалы бізде каналы бар, сол арқылы да өздеріне түсті ма, түспеді ма біліп отыруына болады. Түспеген жағдайда жұмыс берушісіне барып, сіз аудармапсыз ғой, мен ақпарат алдым, менің қордан, менің атымнан, жұмыс берушінің тарапынан не түспепті деп. Ол жұмыс беруші бұл жерде өзінің тарапынан да аудармай қалуы мүмкін. Ал жұмысшының есебінен ұстап қалатын 2% болады. Онда ай сайын жұмыс беруші аударып отырған міндетті. Ол ақпараттық жүйеде көрініп отырады. Сондықтан бұл мүмкін емес оны ақпараттық жүйе алдауы. Егер ол жағы өздерінің кейбір жазған бір цифрларында, бір жағы нелерін, бір цифрында қате кетіп қалатын болса, өздерінің кодтары бар ғой, типті есепшоттарындағы, онда оны анықтап, қайтадан қалпына келтіруге жұмыс беруші міндетті. Енді 20-22 жылдар аралығында әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан бөлінген 2 миллиард 100 миллион теңгеден астам ақша ұрланды деген айып бар. Осыған байланысты қорға бөлінген ақша сақтандырылған азаматтарға толық жұмсала ма? Біз бүгінгі таңда әрбір емдеу мекемелері бізде, оның ішінде мемлекеттік мекемелер бар, оның ішінде жекеменшік медициналық мекемелер бар да. Солардың аймамай жасап атқан медициналық қызметтің түрлеріне мониторинг жасап барып, ақы төленеді аймамай. Міне бұл Алматы облысына байланысты мен де оқыдым. Енді оны тиісті жауапты уәкілетті органдар тексерген, ертең ол дәлелденсе өздерінің жазасын алып жататын шығар. Жалпы біз ақпараттық жүйеде егер табатын болсақ өзіміздің әрбір медициналық мекеменің кемшіліктерін ескере отырып, оларға айыппұл салып, ол айыппұлдан кейін ғана олардың қаржыларын аударып беріп отырамыз. Айыппұлда мысалы кейбір атқарылмаған көмектерді атқарылды деп көрсетуі мүмкін. Кейбір жағы бағасы қымбат медициналық қызметтің түрлерін көрсеттік деп кішкене асыра жазуы мүмкін.
Одан бөлек тағы да денсаулық сақтау саласындағы стандарттар болады, емдеу стандарттары, клиникалық протоколдар. Солардан ауытқулары мүмкін. Біздің жаңағы сарапшыларымыз осыларды жүйеде көріп отырады, бізде өзімізде тиісті бағдарлама бар. Сол жүйеден көріп барып, осындай кемшіліктерін тауып, бұл кемшіліктерге сай, оларға біз экономикалық санкцияны салып, штрафтарды салып, содан кейін ғана не қыламыз, қаржысын аударып береміз. Бұдан бөлек халықтың тарапынан кейде бізде әртүрлі кері байланыс нелер арқылы, каналдар арқылы бізге түсіріп отыратын шағымдар болады. Ол шағымдарға байланысты, мысалы, сол мекемелерге барып, біздің сарапшыларымыз тексереді. Егер осы нелерде олардың шағымдар орынды болатын болса, ол мекемелерге тағы да біз түрлі өзіміздің тарапымыздан нелер шараларды қолданамыз, нелеріміз саламыз, айыппұлдарымыз саламыз. И орынды болатын болса шағымдар, сол шағымданушының мәселесін шешіп беруге біз иығымызды беріп отырамыз. Бүгінгі таңда біз олардың несінің құқығын қорғаушы бір мекемелердің бірі болып саналамыз. Біз тек қаржыландырушы ғана емес, олардың құқығын қорғаушы мекеменің біріміз. Сондықтан осы тараптан келген кезде халықтың тарапынан түсіп жатқан орынды, уақытылы сын ескертпелер мен шағымдар бүгінгі таңда біздің осы ендірген жүйемізді ары қарай дамытуға, жергілікті жерлердегі емханалар мен ауруханаларда болып жатқан жағдайларға дер кезінде біздің шара қолдануымызға мүмкіндік береді. Бұл тарапынан уақытылы түсіп жатқан шағымдарға біз ренжімейміз, қайта оларға рахмет айтамыз. Кейбір кемшіліктер дер кезінде тауып, оны болашақта болдырмауға біз жұмыс жасаймыз. Енді жарнаға байланысты қарапайым халықтардан көбіне қандай шағымдар түседі? Жарнаға байланысты қарапайым халықтардан әртүрлі түседі. Кейде мен төлеп едім, төлеген жағдай түспеген ба, неге мәртебем менің әлі сақтандырылған дәрежесінде жоқ деп түседі. Кейде халықтан мысалы қателікпен әр айды бөлек-бөлек төлеу керек мысалы бізде да. Әр айға мысалы екінші дәрежелі банктерден или почтадан тағы да төлем пункттерінен жасаған кезде олар әр айға бөлек төлеу керек, 12 ай болатын болса. Кейбір адамдар осында қателесіп 2 айға бір немен төлеп жібереді. 4 айдыкін бірақ төлеммен төлеп жібереді. Бұл дұрыс емес. Әр айға бөлек-бөлек төлеу керек. Бұны ол банкта отырған мамандарды айтуға тиісті оларға. Бірақ түрлі себептермен ел іші болғаннан кейін кейде қателіктер кетіп қалып, 2 айдыкін бір рет төлеммен жіберіп, 2 айдыкін төледім ғой десе, мысалы 2 квитанция болмаса, ол саналмайды. Сондықтан кейде бұл нелерін қате төлеген ақшаларын қайтып төлеп жатады. Оған біздің мамандарымыз өзінің нелерін түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, ол кісілердің қайтарып берулеріне, қайтып алуларына жарналарын көмектесіп жатады. Міне осындай жағдайлар болып жатады. Сосын кейде мен сақтандырылмасам да алғым келеді дейтін адамдар болады кейде. Олармен біз енді түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Ел іші болған кейін неше түрлі төлемесем де осы жүйені енгіздіңдер ғой, неге көмектеспейсіңдер, халыққа жасалған жүйе ғой деп кейде ортамызда түсініспеушілік болып жатады. Бірақ біраз түсіндіру жұмыстарын жүргізгеннен кейін олардың көпшілігі жарналарын төлеп, жоспарлы түрде осы жүйенің аясындағы пакеттердегі медициналық көмекті алуға негізі жұмыс жасап жатыр. Мысалы, Алматы қаласында былтырғы жылдың өзінде, бір жылдың ішінде 5000-ға жуық халықтың тарапынан әртүрлі ұсыныстар, оның ішінде 2000-нан астам шағымдар түскен. Осы шағымдардың бәрі де қор арқылы Алматы қаласы бойынша ол орталыққа түседі, бірақ әр өңірлердің өзіне тиесілі шағымдарын жіберіледі біздерге. Біз оны өзіміздің сарапшыларымызбен қарап отырып, оларға біз бағасын береміз, тиісті жағдайларда шара қолданамыз медициналық мекемелерге. Оларды мысалы кейде шағымдануы мүмкін, біз ұзақ күтеміз кейбір дәрігерлерге баруды емхананың деңгейінде деп. Ол емханаларға біздің тарапымыздан ықпал етіледі. Оның 10 күннің ішінде тексеріліп толыққанды жоспарлы түрде алуына қолымыздан келгенше ықпал етуге жұмыс жасап отырмыз бүгінде. Қорытындылап жүрсеңіз. Енді қорытындылағанда жалпы денсаулық сақтау саласына жалпы бұл халыққа күнделікті қажет мәселе болғаннан кейін сын ескертпе көп екені рас. Оның үстінде мынау енгізілген жүйеге, медициналық сақтандыру қорына да сын ескертпе рас. Бірақ көш жүре түзеледі дейді. Ол көштің жүре түзелуіне халықтың ортасындағы түсініктің де деңгейінің жоғары болғаны дұрыс. Себебі бұл жүйені егер біз тоқтататын болсақ,
меніңше бүгінгі қол жеткізген дәрежеге денсаулық сақтау саласында қайтып қол жеткізе алмай қалуымыз мүмкін. Мысалы, осы жүйенің арқасында бүгін біздің денсаулық сақтау саласында мысалы мынау бәсекелестікті қалыптастыруға біз мүмкіндік алдық. Бүгінгі таңда Алматы қаласының өзінде 228 емдеу мекемесі қормен келісім шарт арқылы жұмыс істейді. Соның 141-і жекеменшік мекемелер. Халық бүгін тек қана мемлекеттік мекемелерде ғана емес, жекеменшік мекемелерге де емхана ретінде тіркелуге және ауруханалық мекемелердің ішінде жекеменшік мекемелерде өте жақсы дәрігерлер жұмыс жасайтын болса, онда барып емделуге, өте жақсы хирургтар жұмыс жасайтын болса, онда барып оталар сатуға мүмкіндік алды. Бұл бәсекелестік халықтың мүмкіндігін ғана емес, бәсекелестік денсаулық сақтау саласындағы көрсетіліп жатқан медициналық қызметтердің сапасын көтеруге де жұмыс жасайды. Себебі әрбір аурудың артынан ертең оның емделген түріне қарай, аурудың түріне қарай аймамай қаражат барып отырады. Бұл қаражат деген ол мекемелердегі мамандардың тұрақтануына, оларға жақсы қаржы төлеуіне, айлық төлеуіне, олар арқылы өздерінің мекемелерінің несін дамытуға, деңгейін дамытуға, сол дәрігерлердің қабілеті арқылы мысалы болашақта өздеріне келетін аурулардың ағынын көбейтуге, сол арқылы өздерінің болашақта мекемесінің болашағын жоғарылатуға мүмкіндік алады. Сондықтан осы бәсекелестіктің арқасында болашақта халыққа көрсетіліп отырған медициналық қызметтің түрлері де көбейеді. Оның қолжетімділігі де артады. Оның үстіне біртіндеп оның сапасы да жақсарады деген ниеттеміз. Осы бағытта бүгінде біздің денсаулық сақтау саласы жұмыс істеп жатыр. Ал сын ескертпелерді халықтың тарапынан алып жатқан біз дұрыс қабылдаймыз. Сол сын ескертпелер арқылы мекемелерде кетіп отырған кемшіліктерді біз орнына қоюға, болашақта оны болдырмауға, мекемедегі сол денсаулық сақтау медициналық ұйымдардың басшылар арқылы, сондағы мамандар арқылы біз жұмыс жасаймыз. Ал сын айтылмаған жерде міндет түзелмейді. Сондықтан халықтың атынан айтылып отырған орынды сындарды біз дұрыс қабылдап, олардың болашақта болмауына, орын алмауына жұмыс жасаймыз. Көп рахмет. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет сізге.